ту астына! Тіктір! Солға зіл! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру құқығы, жауынгерлік дайындық үздігі, бірінші оқу ротасының, екінші взводының, 4-ші бөлімшесінің сарбаз атқышы қатардағы Бекқожа Медхат Еділовна беріледі. Қазақстан Республикасының әнұраны менен Қазақстан Республикасының туы биікке көтерілуде. Жаңа айта кеткендей, жауынгерлік қызметтің үздігі сарбаз өзінің осы бір ай оқу жаттығу кезінде үздік жетістіктерге және үздік көріністер көрсетілген үшін мына сарбазға Қазақстан Республикасының туын көтеру мәртебесі берілді. Құрметті офицер мырзалар, сержанттар мен сарбаздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі осы салтанатты біздің мерей кешімізге қатысып отырған көрермендер. Бүгін біз Зермен әскери бөлім тарихында тағы да бір жарқын оқиғаның куәгері аталғалы отырмыз. Бұған себеп отан алдында азаматтық борышын өтеуге келген ер жігіттердің әскери ант қабылдау күні. Салтанатты сәтте жас ұландар туған жеріне адал қызмет етуге, өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауға серт бермек. Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа әскерлер мен әскери құрамдарының жалпы әскери жарғылықтарына сәйкес біздің мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық ұлан қатарына қабылданар алдында әскери ант қабылдайды. Бұл әскерде қызмет етудің мемлекеттік маңыздылығын, ерекшеліктерінің құқықтығын және моральды саяси акт болып есептеледі. Господа офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, гости, зрители. Сегодня в истории нашей воинской части еще одна знаменательная дата. День принятия присяги молодым пополнением призыва 2020. В статье 36 Конституции Республики Казахстан гласит: защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Военная присяга – это основной нерешимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы. В присяге сочетаются требования государства, патриотические убеждения и личные моральные обязательства военнослужащих и готовность добросовестно и честно выполнять свой конституционный долг. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, его законно избранному президенту, правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость Отечества. День принятия военной присяги – это необычное и не рядовое событие в жизни каждого подразделения части. Военная присяга станет для каждого из вас тем самым важным, нравственным и моральным ориентиром, который вы пронесете через всю армейскую жизнь. Бөлім, жел, вектор, ту тобы, ортаға. Құрметті ата-аналар, міне әскери ант қабылдау рәсімі уже басталайын деп жатыр. Қазір мына 55-те 70 әскери бөлімнің жауынгерлік туы саптың алдына шығарылғаннан кейін оқу пунктінің бастығы майор Дарип Құрмет Серікұлына пәрмен беріледі. Сарбаздарды әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс деген сол пәрменнен кейін балаларыңыз отан алдындағы міндетіне адал болуға ант қабылдайтын болады. Бөлім командирінің орынбасары жас сарбаздарды әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс. Алтынан жанынан да жандырып ал. Оқу пункті түзіл! Тік тұр! Рота командирлері мен взвод командирлері әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс! Қазір взводтың алдына барып, қабылдап атқан кісі айналып жүр. Давай. Военных катадан хватать, аскери отправил кельта. Господин старший, господин майор, передовой РМА для принятия войск, писать требов.
Мен Қазақстан Республикасының азаматы Киболат Бейбарыс Қалышев қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне қалғанша адал болуға, Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Клянусь. Қазақстан Республикасында қызмет етемін. Қоп. Айырбай, Айырбек, әскери ант қабылдаушы маған кел. Видео Instagram историясында сақталып қалады және ертең сізге дейін Полковник Мырза, Қатардағы Қайырбай әскери ант қабылдауға келіп тұр. сол YouTube парақшамызда сақтап ертең ары қарай көруіңізге де болады. Және әр видеоның астына балаларыңыздың аты, тегі, жөнін жазып қойыңыз. Соның ішінде Өзінің егеменді елінің Конституциясының заңдарын қабылдауға сақтауға анты салтанатты түрде ант етемін. Ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Служу Республике Казахстан. Қоп. Мемлекеттік конституция мен заңдары қастерлеуде сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Әскери ант қабылдаушы маған кел. Ана несі, талоны бар ма? Талоны бар ма? Майор Мырза, Қатардағы Қадырханұлы әскери ант қабылдауға келіп тұр. Принимаю присягу ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды саясат президентіне ақтықтан қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Поздравляю с принятием военной присяги. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сострой. Есть. Қатардағы Руденко. Қатардағы Бердібек. Әскери ант қабылдаушы маған кел. Есть. Майор Мырза, Қатардағы Бердібек әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Бердібек Қоржанұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңдағы сайлаған президентіне ақтық демін қалғанша адал болуға, өзіме егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Ант қабылдауымды құттықтаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Құппала. Қатардағы Чертаков. Қатардағы Петко. Господин старший сержант, рядовой Чертаков для принятия воинской присяги прибыл. Господин майор, рядовой Петько на принятие присяги прибыл. Чертаков Максим Юрьевич, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественный клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту.
свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Клянусь. Клянусь. Служу Республике Казахстан. Служу Республике Казахстан. Есть. Аға лейтенант мырза, қатардағы мардан әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Майор мырза, қатардағы жұмажан әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Марданұлы Арманбек қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Майор мырза, қатардағы қанашым әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қанашы Бақтияр Сайранұлының қарулы күштеріне қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демі қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңдардың қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Клянусь. Поздравляю с принятием военной присяги. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Служу Республике Казахстан. Строй. Отвод. Есть. Рядовой Чепель. Господин майор, рядовой Чепель для принятия воинской присяги прибыл. Я гражданин Республики Казахстан Чепель Александр Владимирович, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту. Свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Клянусь. Служу Республике Казахстан. Оба Александра. Так точно. Поздравляю. Служу Республике Казахстан. Служу Республике Казахстан. Есть. Есть. Господин майор рядовой Ибрагимов для принятия воинской присяги прибыл. Господин рядовой Гошкин для принятия воинской присяги прибыл. Я гражданин Республики Казахстан Ибрагимов Александр Сергеевич, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу торжественно. До последнего дыхания быть преданным Клянусь до народу последнего Казахстана, дыхания быть его преданным избранному народу Казахстана и его законному президенту свято соблюдать Конституцию. Строй. Есть. Рядовой на рабой. Это военная присяга ко мне. Майор мырза, қатардағы Аманбол әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Қатарына
кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери лишения воинской службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну. Әскери халық мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі болып қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери анттың бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Служу Республике Казахстан. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Құп болады. Господин майор, Старший лейтенант, рядовой офицер для принятия воинской присяги прибыл. воинской присяги прибыл. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Сейтқали Әдес Саятұлы қарауыл күштерінің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына мен оның заңды сайланған президенті ақтық демін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен салтанатты түрде ант етемін. Өзім жүктелген міндеттері әскери жағырлардың және ауыртпалықтар мен қиыншылықтар мен тағылымдылықпен күтіруге ант етемін. Әскери істе тәйкет оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделері мен ережек әр батыл қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери ант болсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген қатаң жазадан кешуге әзірмін. Поздравляю с принятием военной присяги. Аспирант полковник. Служу Республика Казахстан. Сапқа тұр. Есть. Рядовой Нагин. Есть. Господин майор, рядовой роль для Господин старший лейтенант рядовой Нагин для принятия воинской присяги прибыл. Я, гражданин Республики Казахстан, Нагин Роман Евгеньевич, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу торжественно, клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его закону избранному преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту, свято соблюдая Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военных служб, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, моей родины, государственным интересам независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мной военную присягу, то пусть меня достигнет суровая кара за интерес независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мной военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан. Все, поздравляю с принятием военной присяги. Служу Республике Казахстан. Республика Казахстан. Есть. Рядовой Али. Аға лейтенант мырза, қатардағы Мәнірбек әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Воинской присяги прибыл.
Я гражданин Республикасының азаматы Манарбек Оразбай қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият сақтау, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қолға болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Поздравляю с принятием военной присяги. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Есть. Құп болады. Атада Копчаков. Господин майор рядовой Шумахин, для принятия военной присяги прибыл. Принятие воинской присяги принял. Я, гражданин Республики Казахстан, Шумахин Валерий Александрович, вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу, клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законам, избранному президенту свято соблюдать Конституцию, законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности воинские устава, приказ командира начальника Казаки, переносить тяготы, обязуюсь добросовестно заключать военное дело, народное имущество, строго хранить военное государство, военный государство, мужественным, смелым защитником моей родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мою военную присягу, пусть меня постигнет суровая кара, установленная законом Республики Казахстан. Поздравляю с принятием военной присяги. Служу Республике Казахстан. Служу Республике Казахстан. Стать строй. Есть. Атада Ақсары. Майор мырза қатардағы Ақсары әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Аға лейтенант қатардағы Қайреков әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Ақсары Қайсар Мейрамұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясын заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ерекшелік әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдары белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Онда Қазақстан Республикасының заңдылықтарымен белгіленген қатаң жазаға кешуге әзірмін. Әскери ант қабылдауына құттықтаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Көп болады. Атада Сухомлина. Майор мырза қатарда әскери ант қабылдау келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Шакат Азамат Мырзагелдіұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Последнего дыхания быть предан народу Казахстана и его закону избранного президента. Свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Конституция мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттер начальника стойко перечисляю. Міндеттерді мен әскери жарғылары мен командирлер мен бастықтардың бұйрықтарымен бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып
оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін құпия ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет. Служу Республики Казахстан. Подстрой. Есть. Атада Қажыбаев. Майор мырза, қатарда Галякберов сіздің шақыруыңызбен әскери ант қабылдауға келіп тұр. Аға лейтенант мырза, қатарда Қажыбаев әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Галякберов Алмас Асқатович қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық деген қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндетті әскери жағдайларды және командирлер мен басқару бұйрықпай бұзуспай орындауға, әскери қызметтердің ауыртпалықтарын, қиыншылықтарын, табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдары белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Майор мырза, қатардағы сапар әскерін қабылдауға келіп тұр. Ашпай істе. Қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заң сайлаған президенті ақ дем қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жағдайларда және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұзуспай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтар мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халықтың мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасының қызмет. Атада Руденко. Аға лейтенант мырза, қатардағы Мұстажап ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Мұстажап Диас Қайсарұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайлаған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұзуспай орындауға, әскери қызметтің ауыртпашылықтары мен қиыншылықтарын
Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Ұзыр республикасынан. Қай строй. Құтболы. Ағайын жаттыңыздар. Қатардағы қайырлы әскери ант қабылдауға келіп тұр. Государственный лейтенант рядовой Нурабаев для принятия воинской присяги прибыл. Я, гражданин Республики Казахстан, Нурабаев Расул Арманович, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законам, президенту свято соблюдать Конституцию, законы моего суверенного государства. Сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттермен әскери жарғылармен және Конституциямен бастаған бұйрықтарды бұзбай орындауға әскери қызметтерін Господин старший лейтенант рядовой Нагин для принятия воинской присяги прибыл. Лейтенант Мырза Бердібек Айбар ант қабылдауға келіпті. Президенті ақтау деміп қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституция мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери воинские уставы, приказы командиров и начальников стойко приносить тяготы лишения военной службы, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, сохранить военную государственную тайну. Служу Республике Казахстан. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Командирі майор Айманбек. Еркін тұр! Еркін тұр! Зіл! Тіп тұр! Назар! Ортаға! Полковник Мырза, 55-71 әскери бөлімінің 2020 жылғы шақырылымы 332 жас сарбаздары әскери ант қабылдады. Оқу пунктінің бастығы майор Зарипов. Жас сарбаздарды әскери ант қабылдауыменен барлық жеке құрамды толық құқылы жаңа толықтыруыменен құттықтаймын. Слово для поздравления предоставляется председателю Совета ветеранов воинской части 5571 регионального командования Омской национальной гвардии Республики Казахстан полковнику в отставке Джуз Владимиру Ивановичу. Господа офицеры, сержанты, солдаты, сегодня в нашей части праздничный день. Принятие военной присяги молодым пополнением призыва ноябрь 2020 года.
Сегодня молодые солдаты дали священную клятву своему народу в том, что они будут честными, храбрыми, дисциплинированными воинами, будут строго хранить государственную военную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, стойко переносить тяготы лишения воинской службы. Принимая военную присягу, гражданин Республики Казахстан торжественно клянется до последнего дыхания быть преданным своему народу и президенту, свято соблюдать Конституцию и законы нашего суверенного государства. Он присягает беспрекословно исполнять возложенные на него обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников. Приняв присягу и скрепив ее своей подписью, вы взяли на себя личную ответственность за защиту Отечества, за безопасность народа, за его светлый завтрашний день. Отечество доверило вам святое дело – оберегать безопасность и суверенитет страны Республики Казахстан, быть преданными народу Казахстана, мужественными, смелыми защитниками, достойными своих героических предков. День принятия вами военной присяги не забудется никогда. Желаю всем вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратной службе, мирного неба над головой. Служите достойно, не огорчайте своих матерей, отцов, своих родных и близких. Я хочу, чтобы по окончании службы они гордились тем, что вы отслужили как положено, и тем, что вы отслужили именно в Национальной гвардии Республики Казахстан. Удачи вам! Келесі сөзге Түркістан облысынан шақырылған жас жауынгер қатардағы Ибрахим Бекжігіт Бекжанұлына беріледі. Армысыздар, аса құрметті генерал мырзалар, және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар, және құрметті қонақтар. Біз бүгін салтанатты түрде ант қабылдау мәртебесіне де келіп жеттік. Біз үшін Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 29 жыл толуы барысында әскери ант қабылдап, ұлттық ұлан сарбаздарының қатарына қосылу үлкен қуаныш, мәртебе. Мен қатардағы Ибрахим Бекжігіт Бекжанұлы ұлттық ұланның 55-71 әскери бөліміне отан алдындағы қасиетті борышымды өтеуге келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Құрметті ардагер мырзалар, офицерлер және де құрметті қонақтар, біз жас сарбаз бір жұдырықтай жұмылып, жауынгерлік жанұяда ұйысқан ұлттық ұлан елі мен халқына қорған аттұранмен әскери борышымызды адал атқарып, және де сіздердің үміттеріңізді ақтап, әскери бөлімнің жауынгерлік туын көкте желбіретеміз. Ұлы қолбасшы Бауыржан Момышұлы атамыздың алтын сөздерінің бірі тәртіпсіз ел болмас, тәртіпке бас иген құл болмас деген. Сондықтан біз темірдей берік әскери тәртіпті бұзбай, үлгілі сарбаз, ержүрек жауынгер болып, отан алдында қасиетті борышымызды адал атқарып, үйге аман есен оралып, ағайын туыстың жанына абыроймен оралуға тілектеспін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Слово для выступления предоставляется солдату-стрелку, рядовому Олешек Руслан Юрьевичу, призванному от Бурного района города Тарас. Здравствуйте, многоуважаемые господа генералы, а также ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости. В мгновение ока пронеслись первые 30 дней нашей службы, и для нас большая честь торжественно принять военную присягу. Мы рады и горды тем, что принимаем присягу именно в канун 29-летия Национальной гвардии Республики Казахстан. Я рядовой Олешек Руслан Юрьевич, военнослужащий воинской части 5571 Национальной гвардии. Для меня будет честью выполнить свой священный долг перед Родиной именно здесь, и я безмерно рад этому. Многоуважаемые господа генералы, ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости, мы, воины, должны быть едины и с громким девизом «Национальная гвардия – единая боевая семья». За нами народ, за нами страна. Идти вперед и поднимать боевое знамя воинской части все выше и выше. Уважаемые солдаты, сослуживцы, одно из золотых слов нашего президента
Республики Казахстан, Верховного Главнокомандующего Токаева Касым-Жомарта Кемилевича, мы дети народа, для которого честь всегда была превыше всего. Так что мы должны быть тверды, как сталь, быть примерными солдатами, быть храбрыми и примером для молодого поколения, и гордостью для офицеров и сержантов, оправдать все ожидания нашего народа, быть верным нашей военной присяге. Мы должны с честью выполнить свой воинский долг перед Родиной и вернуться домой, ведь нас дома ожидают наши родные, отцы, матери, братья, сестры и друзья. Спасибо за ваше пристальное внимание. Келесі құттықтау сөзі 55-71 әскери бөлім командирі полковник Ешанов Баянғали Абдыбаниұлына беріледі. Құрметті офицерлар, сержанттар, сарбаздар, құрметті ата-аналар, көрермендер. Міне, бүгін осындай салтанатты іс-шара өткізілу барысында бәріміз куә болып отырмыз. Інілеріміз, балаларымыз, іні бала болып отырып, нағыз жауынгер атағына ие болып отыр. Бұл біздің әскери бөлім үшін үлкен дәреже, үлкен бір қадам алға басқанымыз деп есептеледі. Бүгіннен бастап біздің сапта ер жүрек жігіттердің қатары нығайып күшейді. Бүгіннен бастап Алматы қаласындағы қоғамдық қауіпсіздікті қадағалау, күзету жеке құрамы нағыз түрінде үлкейіп, енді деңгейін көтеруі ғана қалып отыр. Сондықтан да қызмет жеңіл деп айтпаймын. Қызметті оңай деп айтпаймын. Біздің қызметіміздің қыры да бар, сыры да бар. Оның бәрін осы тұрған сапта тұрған жігіттердің бәрі біледі. Қиын болса да, ауыр болса да, бүгінгі күнге шейін еш жауынгер, әскери қызметші қабырғасын майыстырып, бетін тығып, артқа шегінген емес. Сенімдімін, осы тұрған жігіттер, сарбаздар антына берік болып, Құдай қаласа бір жылдан кейін бастарын осылай тік ұстап, ашық көзбенен, жарқыраған маңдайларменен елдеріне орала отырып, сіздерді қуантады. Уважаемые родители, господа офицеры, сержанты, солдаты, в жизни каждого мужчины есть неоспоримое и святое требование, заложенное еще на генном уровне, защищать свой дом, защищать своих близких, защищать свою родину, отчизну. И сегодня я, как командир части, горд, что в моем коллективе достойно стали в боевой строй воины. Именно эти военнослужащие пополнили достойные ряды нашей воинской части, нашего коллектива. Уверен, с новыми силами служба в Национальной гвардии, служба на благо нашего государства, служба на благо нашего города будет все крепче в вопросах дисциплины, все качественнее в вопросах
выполнение боевых задач все ярче в интересах каждого военнослужащего нашей части. Убежден, что через год ваши дети, наши военнослужащие в полном здравии, в полном составе вернутся домой и всю жизнь пронесут в себе, в своем сердце и с гордостью будут вспоминать службу в Национальной гвардии Республики Казахстан. Спасибо за внимание. Тутубе, Сапкатор. Адам! Бас! Су взводы, алға! Жел! Сектор! Жауынгерлік туасына! Оңға! Жел!
Ерге тұр. Құрметті көрермендер, осымен біздің салтанатты шара аяқталды. Назарларыңызға рахмет.